Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Міне өздеріңіз көріп отқандай, осыдан 3-4 күн бұрын осы үйдің қабырғасына қоғамдық көлік кіріп кеткен болатын. Сол мәселеде біз үлкен тақырып қозғап, қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков пен облыс әкімі Дархан Сатыбалды мырзаға видео жолдаған болатынбыз. Осы көше маңызы бар көше, қоғамдық көлік жүретін және жанында мектеп орналасқан болғандықтан, осы көшенің қиылысына міне көріп отырсыздар, осындай жылдамдық соққысын салып беруін өтінген едік. Осы көшелердің тұрғындары айтуы бойынша міне өздеріңіз көріп отқандай, көп ұзамай осындай мына көшеге және осы көшенің жанама көшелеріне де осындай жылдамдық соққысын әкімшілік тарапы салған екен. Елдің құлағына, елдің үніне құлақ асып жатқан осындай ер азаматтарға үлкен алғыс айтайын деп бүгін видео шығарып жатқан бір жағдайым бар. Әрине әрбір еңбекті бағалауда қажет. Көрермендер, адам болар жігіттің жары өзіне лайықты, керуен бастар жігіттің нары өзіне лайықты деп қазақ атамыз айтқандай, осы кісілерге, осы ер азаматтарға, осы көшенің тұрғындарының үніне құлақ асқан басшыларымызға мінеке мың алғыс айтайын деп бүгін видео әзірлеп отырмын. Көріп отырсыздар, блогерлер болсын, осындай қоғамның ішіндегі белсенді жігіттер, қоғамның ішіндегі мәселелерді қозғап жатқан кезде құлақ асатын басшы болып жатса, әрбір шырылдаған үнге оған әрине халықтың арасынан мың алғыс айтамыз. Алтын алма алғыс ал, алтын жердің сыйы, алғыс елдің сыйы деп осы кісілерге үлкен рахметімді айтқым келіп отыр ағайындар. Міне көрермендер, осындай біткен іске ер азаматтардың жасаған еңбектерін осындай бағалап видео шығарып жатсақ, біздің де жанданып жатқан бір еңбегіміз. Рахмет көрермендер, комментарийға, пікір алаңына өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.